Армысыз YouTube көрермен, сіздермен денсаулық байлық арнасы. Каналды қолдап, қазақша контенттің дамуына үлес қосып жатқандарыңыз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Бүгін сіздердің назарларыңызға әдеттегінше күнделікті тұрмыста жиі қолданылатын, көп адамдардың онша оның пайдасы мен зиянына мән бере бермейтін өнімдерді ұсынбақшымыз. Солардың бірі McCoffee үшеуі біреуінде, яғни McCoffee 3 в 1. Орысша айтқанда, осы өнім жайлы ақпарат беруге тырысамыз. Видеоның соңына дейін қарап, ұнап жатса лайк басып, оның таралуына көмектессеңіздер болады. Көптеген адамдар өздерінің таңғы асын кофемен бастағанды ұнатады. Бірақ шынайы кофеге қарағанда, классикалық сусыннан әлдеқайда шаңға айдалада жататын, мына арзанырақ және бірнеше секундта дайындалатын үшеуі біреуінде кофені ішіп жатады. Ол ұнтақты шынаяққа құйып, үстіне қайнаған су құйсаңыз болды, ол дап-дайын бола салады. Ғалымдар біреуі кофенің үшіншісі неліктен зиянды болып саналатын және оны ішуге болмайтынын түсіндірді, деп хабарлайды Бәйге News KZ. Шын мәнінде кофе пакеттерінің құрамы соншалықты қарапайым емес. Олардың құрамында ең алдымен қант өте көп мөлшерде қосылған. Росконтрольдің мәліметі бойынша брендтерге байланысты бір кофенің үшеуінде 42%-дан 72%-ға дейін қант бар. Келесі тізімде клегей, бірақ бұл табиғи өнім емес. Клегей деп отқанымыз бұл сливки. Өйткені оның сақтау мерзімін ұзарту үшін оның құрамына пальма майын қосып жатады. Бұл тез дайындалатын үшеуі біреуіндегі кофенің зияндығы оның құрамында пальма майының пайда болуына байланысты. Шындығында бұл өте даулы ингредиент. Бұл адам ағзасына не пайдалысы да, не пайдасы жоқтығы да белгісіз. Кейбір сарапшылар пальма майы семіздік тудыру, яғни ожирение және тіпті қатерлі ісіктің, рактың да пайда болуы мүмкін деп санайды. 2016 жылы эксперимент жасалған кезде пальма майы қыздырылған кезде ол шын мәнінде қауіпті заттарды бөлетіні анықталған. Дегенмен, бұл пальма майы өсімдік майына жатқандықтан, оның адамның ақыл ойына, қабілетіне жақсы әсер етуі және А витаминінің жетіспеушілігінің алдын алуға көмектесетіндігі және басқа да пайдалы қасиеттерге ие екендігін ғалымдар 2011 жылы жариялаған. Сондай-ақ пальма майы миға да пайдасы бар деп есептелінеді. Үшеуі біреуінде деп аталатын бұл кофелер құрамында қант, сливки және кофе бар деп саналады. Оның құрамындағы кофеин өте аз мөлшерде. Оны ішіп алып сіз қуаттанамын деп ойласаңыз, бұл қате түсінік. Әсер алу үшін оны көп мөлшерде ішу өте ақмақтық. Өйткені оның орнына сіз тез еритін кофе сатып алып, шынайы кофені, және соны кофеханаға барып ішсеңіз дұрысырақ болады. Кофе пакеттерін көп ішсеңіз, қант пен пальма майының зияны көпке дейін пайда болады. Бір қызығы, олар ауыр ауруды тудырмайынша байқалмай зиян келтіре береді. Яғни сіздің жүрек қан тамырларыңыз соғысына осы кофенің зияндығы білінеді. Кейбір деректер бойынша адамдар өте қымбат кофені ішсе де қуаттана алмайды. Мұның да түсіндірмесі бар. Ең алдымен сергітетін әсердің болмауы, адамның кофені шамадан тыс көп ішуі және кофеинге қарсы иммунитеттің пайда болуымен түсіндіріле алады. Кейде кофе бүйрек үсті безінің сарқылуына, яғни оның жұмысының дұрыс болмауына байланысты жұмыс істейді және жағдайды түзету үшін біраз уақытқа дейін тоник сусындарды ішуді тоқтату керек. Тоник сусындар деп отқанымыз адамның жұмыс жасауына жақсы әсер беретін, яғни энергияны келтіретін тоник сусындар. Ал YouTube көрермен, қысқаша қайырғанда, үшеуі біреуіндегі кофені жиі ішпеуге тырысыңыздар. Кофені жақсы көретін болсаңыз, шынайы кофені алып, соны тұтынғандарыңыз жөн. Бұл кішкентай ғана кофе қолжетімді болғандықтан, оны қазіргі таңда кішкентай балаларға дейін сүйіп ішеді. Бірақ оның зияны өзі кішкентай болғанымен, зияны біздің ағзамызға өте орасан зор. Себебі айтып кеткендей, оның құрамында өте қант көп, пальма майы бар және сливкидің орнына оны алмастырғыш заттар қосылған. Яғни бұл кофелердің құрамында ешқандай да шынайы табиғи заттар жоқ. Сіз бір сондай McCoffee'ні алып ішкенше, орнына таза табиғи бір кофені алып ішсеңіз, қайда денсаулығыңызға зиянын аз тигізер едіңіз. Осы ақпараттар пайдалы болып жатса, және сіз өміріңізде осы McCoffee'ні жиі қолданып жатсаңыз, оны доғаруға шақырамыз. Алайда, әр адамның денсаулығы өз қолында. Үйреншікті әдеттен арылу қиынға түсетіні әрине ол да белгілі.